Шынымен де жемістер мен көкөністер адам ағзасына пайдалы ма? Армысыздар, сіздермен бірге Жансая. Видеоны соңына дейін көріп, мені қолдап каналыма жазыла кетіңіз. Қандай жемісті жеуге болмайды? Пайдасы қандай? Ашып айтайық. Жидектер мен көкөністер сондай әдемі көз тартады. Жидектер клетчаткаға, дәрумендерге өте бай. Жидектерді тұтыну түрлі ауруларды алдын алады. Және кейбір жемістер мүлде тұтынуға болмайды. Егер де сіздің қан құрамыңызда қант мөлшері тым көп болған кезде, қазіргі таңда емі табылмаған қант диабеті кезінде мүлде тұтынуға болмайтын жемістер де бар. Ол сіз жиі көретін, жиі тұтынатын банан жемісі. Банан жемісінің құрамындағы кейбір дәрумендер қант диабетімен ауыратын адамдарға мүлде қолдануға болмайды екен. Және де дәрігерлердің кеңесі бойынша кептірілген жемістерді қолдануға да қант диабеті адамдарына тыйым салынады. Егер де сіз қандай да бір себептерін байқаған болсаңыз қант диабетінің, онда сізге осы айтылған бананды, кептірілген жемістерді, құрамында қанты көбірек тағамдарды қолданбай олардан алыс болғаныңыз жөн. Себебі қазіргі таңда бұл аурудың емін табылған жоқ. Тек қана өзіңіз күнделікті тағамыңызды аса қатты сақтықпен бақылауда ұстауыңыз керек және құрамында қанты бар тағамдардан алыс болғаныңыз жөн. Келесі кезекте грейпфрут. Шынымен адам ағзасына пайдалы ма? Оның қандай ерекшелігі бар? Грейпфрут бұрыннан бері келе жатқан танымал жеміс. Дәмі қышқыл, әрі тәтті. Сол дәмімен ерекше пайдалы. Және де осы грейпфруттың бүгінгі таңда 20-дан аса түрі бар. Оның құрамындағы аскорбин қышқылы лимонға қарағанда көбірек. Сыртқы қабығында минералдар А және В, П және микроэлементтер бар. Егер де сіз отбасыңызбен суық тиіп, тұмауратып, гриппен ауырған болсаңыз, сізге бірінші көмекке келетін осы грейпфрут. Құрамындағы дәрумендер осы аты аталған ауруларды жеңуге тез көмектеседі. Грейпфрут түрі көз тартады және түрлі ауруларды алдын алады. Бүгінгі таңда адамдар арасында және медицина саласында жиі кездесетін аурулардың бірі бұл ішек құрылыс аурулары кезінде де грейпфруттың пайдасы аса зор. Ғалымдардың айтуы бойынша түрлі ауруларды диета сақтап, өзіңіз дұрыс тамақтану арқылы қан құрамын тазалап, тұла бойы ағзаңызды түрлі аурулардан алдын ала аласыз. Ол үшін дәруменге бай, тазартылып жуылған және де ешқандай химиясыз өскен көкөністерді, жемістерді жиі тұтынатын болсаңыз, және де өзіңіздің ағзаңызда болып жатқан өзгерістерге аса қатты мән беріп, дәрігердің бақылауында болып, өз-өзіңізге күтім жасайтын болсаңыз, сіз түрлі ауруларды алдын аласыз және отбасыңызға да қамқор бола аласыз. Сізге бүгінгі айтылған көкөністер, жемістер, жидектер туралы видеом пайдалы болса, каналыма жазылып мені қолдай кетіңіздер.